Мен бұл жұмысқа келгенде бәрі қарапайым көрінген. Жаңа офис, жаңа адамдар, жаңа өмір. Ал ол мен үшін жай ғана бастығым еді. Суық, қатал, әр сөзі нақты. Күлмейді, артық сөйлеспейді. Бір қарасаң ешкімге керек емес адам сияқты, бірақ бір түрлі тартады. Алғашында мен оған мән бермедім. Өз жұмысым, өз әлемім бар еді. Құжаттар, қоңыраулар, кездесулер, күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ол мені кабинетіне шақырды. Әдеттегідей емес. Даусы бәсең, көзі басқа. Қалшы біраз деді. Сол сәтте жүрегім бір түрлі соқты. Неге екенін өзім де түсінбедім. Кабинетте үнсіздік орнады. Тек сағаттың тықылы естіледі. Ол маған қарап тұрды. Ұзақ. Бұрын ешқашан бұлай қарамаған. Сен шаршап жүрсің, деді кенет. Мен күліп жібердім. Жұмыс қой, бірақ ол күлмеді. Көзқарасы тереңдей түсті. Сол күннен кейін ол өзгерді. Мені жиі шақыратын болды. Болмашы себеппен. Құжатқа қол қою, сылтау ғана сияқты. Бірақ мен де өзгеріп бара жаттым. Оның әр қарасы, әр сөзі менің ойымнан кетпейтін болды. Бұл дұрыс емес екенін білдім. Өте жақсы білдім. Бірақ тоқтай алмадым. Бір кеште бәрі шешілді. Офисте тек екеуміз қалдық. Барлығы әлдеқашан кеткен. Мен қағаздарды жинап жүргенмін. Ол үнсіз отыр. Үйіңе асықпайсың ба? Деді. Асығатын ешкім жоқ. Бұл сөз аузымнан қалай шыққанын білмей қалдым. Ол орнынан тұрды. Жайлап жақындады. Сол сәт уақыт тоқтап қалғандай болды. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Бірақ ол күтпеген нәрсе айтты. Мен мұны қайталамауым керек, мен түсінбедім. Нені? Ол көзін төмен түсірді. Саған жақындағанымда. Сол сәтте ішімде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Неге? Ол ауыр дем алды. Себебі сен мен ойлағандай емессің. Сен тазалмен үнсіз қалды. Бірнеше секунд өтті. Маған ол секундтар сағаттай көрінді. Мен бұрын біреуді жоғалттым, деді ақырын. Сол кезде өзімді де жоғалттым. Мен алғаш рет оның шынайы жүзін көрдім. Суық емес, қатал емес, жаралы адам. Сондықтан мен ешкімге жақындамаймын, деді. Бірақ сен сөзін аяқтамады. Менің көзіме жас келді. Сол сәтте түсіндім, бұл жай ғана қызығушылық емес. Бұл қауіпті сезім. Онда неге мені тоқтатпайсың? Дедім сыбырлап. Ол маған қарады. Тура жүрегіме қарағандай. Өйткені өзімді де тоқтата алмай жатырмын. Үнсіздік. Бір ғана қадам бәрін өзгертуі мүмкін еді. Мен бір сәтке көзімді жұмдым. Жүрегім қал деді. Ақылым кет деді. Сол сәтте мен таңдадым. Мен артқа бір қадам жасадым. Бұл дұрыс емес, даусым дірілдеп шықты. Ол ештеңе демеді. Тек басын изеді. Мен есікке қарай бұрылдым. Қолым тұтқаға тигенде жүрегім ауырды. Бірақ мен шықтым. Сол түні мен оны да, өзімді де жоғалттым. Кейде ең үлкен сезім бірге қалу емес, кету екенін кеш түсінесің.